Әлемнің түкпір-түкпіріндегі жұмбақ жерлерде небір таңғажайып қазыналар жасырылған. Қазына іздеуге аттанайық. Жас саяхатшылар оларды қорғау үшін қауіп-қатер мен тылсым жайттарға тап болады. Саяхатқа дайындалыңдар. Біз қазына іздеушіміз. Қазына іздеушілер. Сонымен қазына іздеушілер, менің жаңа құрылғымды көрдіңдер ме? Майда дәрдәрмектер, секретім бұршақтар. Мыналардың ішінде ме? Жоқ, мен. Ары қарай іздей бер. Мынау ма? Мына дүрбі ме? Масайлардың бетпердесі. Қарап көрейін. Иә, менің ерекше дүрбім. О, бойыңыз арып кетті. Менің бе? Бойы ұзын қызды бірінші рет көріп тұрмын. Мен де, сен әлемдегі ең ұзын тышқансың. Жоқ. О, дүрбіңіз керемет екен, профессор. Оның несі ерекше? Ерекше дейтін себебім ол әрі дүрбі, әрі микроскоп, әрі бейнекамера, әрі калейдоскоп. Бірнеше қызмет атқарады. Алтымақты көріп тұрмын. Бойы ұзарып кетіпті. Енді бас төмен қарап тұр. Сырықтай ұзын. Доғарыңдар. О, мұнда тіпті көкей бағдарламасы бар екен. Белгі беріп жатыр. Жүріңдер. Дүрбін алып кетем, жарай ма? Бірер уақыт бұрын белгісіз біреу хабарласты. Алдарында Кенияны мекендейтін Масай тайпасы көсемнің бетпердесі, біреу оны ұрлап кетіпті. Бұл бетперденің масайлар үшін орны бөлек. Бетперде алапат күш пен сиқырдың белгісі. Жаңбыр жауғызу үшін осындай бетперде тағып, секіріп билейді. Бұл Масай тайпасының ежелгі дәстүрі, және олар үшін ең маңызды рәсім. Билегенді қатты жақсы көрем. Олар көңіл көтеру үшін билемейді. Кенияда құрғақшылық жиі болады. Қазірде солай. Жаңбыр жаумағанына 92 күн 4 сағат болған. Сонда бетперде болмаса жаңбыр жаумай ма? Жерге ештеңе шықпайды. Демек тұрғындар аш қалады. Иә, жағдай қиын. Бетперден табуымыз керек. Шалбарың қысқарып қалған ба? Жоқ, өзі осындай қысқа. Алып тышқандарға арналған? Жарай, тездетейік. Хабарласқан тышқан біраз печенье ала келулеріңді өтінді. Ортайып қалған сияқты. Масайлық досымызға апарып беріңдер. Оның аты Палаццо, әлде Магизмомет. Ұмытып қалыппын, тайпа көсеміне беріңдер. Ал дайынсыңдар ма? Сапарға аттанатын уақыт болды. Мәссаған, расында да жері құрғап қалыпты. Күн қатты ысып тұр, шөлдеп кеттім. Иә. Масайларды іздеп жатырмын. Олар келе жатыр. Бізге қол бұлғап жатыр. Шынымен қол бұлғады ма әлде? Ей, біз сендерге көмектесуге келдік. Сендерге печенье әкелдік. Мат, басыңды түсір. Бізді көріп қоймасын. Қазына іздеп жүрсіңдер ме? Басыңды түсір дедім ғой. Я, біз қазына іздеушіміз. Масай тайпасының көсемі Палаццоны әлде Магизмомеді қалай... Малаццо, печенье әкелдіңдер ме? Сен кімсің? Ей, бойыңыз не екен? Мен жауынгермін. Бірақ сен қызсың ғой. Қыз болсаң қайтеді екен. Бізді көсем шақырды екен десем, мен сол көсемнің қызымын. Сәкен менің жауынгер болуыма бетперде тағып билеуіме қарсы. Печенье әкелдіңдер ме? Мінеки. Ұрлап кетті ме? Шетінен жел аяқ. Дүрбімен печеньенің кімде екенін анықтайық. Я, ізін таптым. Жүріңдер! Әкеңнен көмек сұрасақ қайтеді? Жоқ, өз күшіммен алуым керек. Жолдан былай дед, күш! Ол саған қатты ашулы. Әрі қарай жоқ. Әлгі құзғын қайтып келді ме? Маймыл, өсіп сүйкімді екен. Аузына печенье тістеп алыпты. Ей, сені ме? Аман дей, кер қайт.
Амонди. Тоқтаңдар, бірдеңе келе жатыр. Маған түк көрінбейді. Маған да бойым ұзын болғанда ғой. Маған да ештеңе көрінбейді. Мақ, маймылды көріп тұрсың ба? Мен бе? Неге мен? Бойым ұзын емес қой. Қап, құтылып кетті. Дүрбіден де айырылып қалдым. Әлгі маймылдың істегенін қараш. Сен оны танисың ба? Иә, Бізге бірден айтқың келетін сияқты. иә. Оған тұзақ құрып қояйық. Айтсаң болды. Маймылды маймылдан артық ешкім білмейді. Банан. Бананға қызықпайтын маймыл жоқ. Бұл соңғы банан ба? Иә, көресің, оны қолға түсіреміз. Қап, менің бананым. Оны өзім ұстаймын. Мына тас кәдімгідей үлкен екен. Жолы болмады. Қайда барса да бірдеңеге ұрынып қалады екен. Құрылғымды да жоғалтып алдым. Ештеңе етпейді. GPS арқылы іздеп табамыз. Таптым. Екіге бөлінейік. Мақ, сен төбенің басына бар. Епті әрі ширақ екенсің. Төбеге оп-оңай шығасың. Ал біз шұңқыр арқылы барамыз. Мен де шұңқырға сыйып кетем. Бара-бара тарылып барады. Менің құрылғым. Оны жоғалтып алдық. Кешіріңдер, достар. Төбенің басына шығуым керек еді. Ештеңе етпейді. Жоқ, өзің айтқандай. Бойым тым ұзын екен. Соған бола қамықпа. Мен қандай болсам да ешкімнен қорықпаймын. Жауынгерлік рухың қайда? Малатсы, мұнда не істеп жүрсің? Үйден шықпа деп ескертіп едім ғой. Тайпа көсеменің қызы мұнда не жоғалтты? Иә, бетпердесуді қойыңыз, оны өзіміз іздеп табамыз. Өзіміз. Қайда? Бетперде тұрмақ өз құйрығыңды таба алмайсың. Болды, малатсы, үйге қайт. Соңғы рет ескертемін. Болды. Көңіліңе алма, Малатсо. Өзіңді осы қалпыңда қабылдай білуің керек. Иә, мен жауынгермін. Секіріп билеуге толық хақым бар. Жүріңдер. Бұл жер маған таныс. Бала кезімде Амонидемен бірге осы жерде ойнайды. Амонди? Сонда сен оны танисың ба? Иә, ол менің досым. Бетпердені ұрлаған сол деп ойлаймын. Сол себеп сендерге хабарласып, печенье әкелулеріңді өтіндім. Әкем біліп қоймас екен деймін. Олардан бұрын тапқым келеді. Амондидің оны не үшін ұрлаған білмеймін. Оны өзінен сұрап көрейік. Бірдеңе байқадың ба? Иә, ол мына жақта. Бетперде де осында. Амонди, бетпердені жерге таста. Болған не? Саған не болды? Оның біз үшін маңызды екенін білесің ғой. Жаңбыр шақыруымыз керек. Маймылдардың тілінде сөйлесе алмаймын. Мен сөйлесе аламын. Ол былай деді. Соңғы кездері онымен ойнамайтын болыпсың. Соған ренжіп жүр. Назарыңды өзіне алу үшін бетпердені ұрлап кетіпті. Иә. Амонди, кешірші мен. Биге дайындалам деп саған көңіл бөле алмадым. Оның үстіне әкеме қатты ашуламын. Оның алдында мықты екенімді дәлелдегім келді. Ал сені ұмытып кетіппін. Қатемді түзеймін, уәде берем. Бөлт кеттің. Жылжып кетті. Тоқтаңдар, онсыз да бергелі жатыр. Дүрбі менде. Бананымды тауып алдым. Бетперде менде. Кегімді алатын уақыт келді. Құтқарыңдар! Бетперде жоқ. Енді қайттық. Мик, маған сенің көмегің қажет. Қашанда дайынмын. Бетпердені қайтарып болам. Жоқ, тоқта. Рахмет, Мақ.
Малатсо тіліңізді алмай қойды, найзасын бізге қарай лақтырды. Иә, өйткені менің қызым нағыз жауынгер. Малатсо жасасын! Саған бойың қандай olsun? Иә, менің бойым ұзын. Сендерге айтар алғысым шексіз. Рахмет. Жоқ, қайта саған рахмет. Сен болмасаң бойымның ұзын болғаны ұялып жүретін едім. Бастысы, іштей мықты болуың керек екен. Дұрыс. Бүгін жаңбыр шақыру биін менің қызым Малатсо бастайды. Үлбінің көп көмек дейді, кат профессор. Жарайсыңдар қазына іздеушілер, масайлар мәз мейрам. Енді тәтті тоқашпен асықпай шай ішуге болады. Қолың жетпей жатыр ма? Сен сияқты ұзын болсам ғой. Бойың аласа болғанда жақсы. Я білем, әрі аласа әрі ұзын болсам ғой. Енді асықпай жей беруме болады.